Келесі 685 есептің біріншісін шығарайық. 4,5 x қосылған 2x тен әріпті өрнектер бірдей болатын болса, коэффициенттерін қосып азайта береміз. 4,5-ге 2-ні қосатын болсақ, 6,5 x болады. Келесі екіншісін шығарайық. 3,1 x азайтылған 4x ден әріпті өрнектер бірдей, яғни ұқсас мүшелері. Енді 3,1-ден азайтамыз 4-ті, нәтижесі минус 0,9 x кетен болады. Келесі үшіншісін шығарайық. 5,6 y азайтылған 9y тең болады. 5,6-дан азайтамыз 9-ды, нәтижесі минус 3,4 y кетен болады. Келесі төртіншісін шығарайық. Минус 0,8 y минус 1,2 y тен. Азайтатын болсақ, минус болады таңбасы, қосып жібереміз, сонда 2 y болады екен. Келесі бесіншісін шығарайық. 6m азайтылған 3,9 m. Азайтатын болсақ, 2,1 m-ге тең болады. Келесі алтыншысын шығарайық. Минус 2m минус 0,7 m. Сонда минус 2,7 m-ге тең екен. Келесі 686 есептің біріншісін шығарайық. 2a азайтылған 8a қосылған 3a тен. 2a мен 3a-ны қосылса 5a, 5a-дан 8a-ны алатын болсақ, минус 3a-ға тең болады. Келесі екіншісі 7a азайтылған 13a азайтылған 4a тен. Азайтайық. Азайтсақ, минус 6a болады. Одан 4a-ны азайтатын болсақ, минус 10a-ға тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 9v азайтылған 5v азайтылған 3v тен. Азайтатын болсақ, 4v болады. Одан 3v-ны азайтатын болсақ, v-ның өзі ғана қалады. Яғни төртіншісін шығарайық. 8v қосылған 4v азайтылған 7v тең. Қосатын болсақ, 12v, одан 7v-ны азайтатын болсақ, 5v ғана қалады. Келесі бесіншісін шығарайық. 0,16 азайтылған с қосылған 0,15 с. Оқшар, алғашқы қосылайық. 1,1 с-ға тең болады. Одан с-ны алып тастайтын болсақ, 0,1 с болады. Келесі алтыншысы 2,19 с қосылған 3 с азайтылған 10 с тең. Қосатын болсақ, 5,19 с, одан 10-ды азайтатын болсақ, минус 4,1 с-ға тең екен. Келесі 687 есептің біріншісін шығарайық. 3-тен 2 x азайтылған 2-ден 1 x. Бізде әріпті өрнектер бірдей. Енді азайта берсек болады деген сөз. Ол үшін ортақ бөлім береміз. 6 санынан 3-тен берем, 2-ден берем. Бөлшектің бөлімінде 6 болады. Алымы 4x азайтылған 3x болады. Сонда 6-дан 1 x-ке тең екен. Келесі екіншісі 4-тен 1 x қосылған 3-тен 1 x тең. Ортақ бөлім 12 санынан болады. 4-тен берем, 3-тен берем. Бөлшектің бөлімі 12, алымы 3
3x қосылған 4x. Сонда 12-ден 7x кетен болады. Келесі үшіншісін шығарайық. Минус 12-ден 7y минус 6-дан 5y тен ортақ бөлім береміз. 12 санынан 2-ден берем. Бөлшектің бөлімінде 12 болады. Минус 7y минус 10y. Сонда бөлшектің бөлімінде 12 болады. Алымында минус 17y. Араласанға айналдыратын болсақ, минус ішінде 1 рет бар, 12 санын бөлшектің бөліміне түсіреміз, 5y болады. Яғни минус 1,12-ден 5y кетен болады. Келесі төртіншісін шығарайық. 15-ден 8y азайтылған 5-ден 2y тен ортақ бөлім береміз. 15 санынан 3-ден берем, бөлшектің бөлімінде 15, 8y азайтылған 6y болады. Сонда бөлшектің бөлімінде 15-дің өзін жазамында, 8-ден 6-ны алатын болсақ, 2y болады. Сонда 15-ден 2y кетен екен. Келесі 5-шісі 9-дан 5m қосылған 3-ден 2m. Ортақ бөлім 9 санынан 3-ден берем, бөлшектің бөлімінде 9 болады. 5m қосылған 6m. Сонда 11m бөлшектің бөлімінде 9 болады. 1,9-дан 2m-ге тең екен. Келесі 6-шысын шығарайық. 4-ден 3m азайтылған 6-дан 1m тен ортақ бөлім 12 санынан берейік, 2 болады, 3 болады. Сонда бөлшектің бөлімінде 12, 9m азайтылған 2m. Азайтсақ 7m болады, бөлшектің бөлімінде 12. Немесе бұны ортақ қойым. Сол үшін 12-ден 7m деп жазамыз. Келесі 688 есептің біріншісін шығарамыз. 3,3a қосылған жақшаны қосу таңбасымен ашып шығамыз. Сонда a азайтылған 4 болады. Тең ұқсас мүшелерін біріктіріп жазайық. Яғни 3,3-ке қосамыз 1-ді, ол 4,3a азайтылған 4 болады екен. Келесі екіншісін шығарайық. 5a жақшаны минуспен ашамыз. Сонда минус 0,17a минус 8 болады. Азайтатын болсақ, нәтижесі 4,13a-ға тең. Азайтылған 8 болады екен. Келесі үшінші есебін шығарайық. 5,13v минус 2v минус 3 болады. Сонда азайтатын болсақ, 3,13v азайтылған 3-ке тең. Келесі төртіншісін шығарайық. 9,16v қосылған 7 азайтылған 0,14v болады. Енді ұқсас мүшелерді біріктірейік. Яғни 9,16-дан азайтамыз 0,14-ті. Ол бізде 9,12v-ға тең. Қосылған 7. Келесі 5-шісін шығарайық. 2s азайтылған 9 плюс 5,11s. Так, 2-сыға 5,11-сыны қосатын болсақ, 7,11s азайтылған 9-ға тең екен. Келесі 6-шысы минус 5s қосылған 13 азайтылған 6s. Так, минус 5-тен азайтамыз 6-ны. Ол бізде минус
11 с-ға тең. Қосылған 13 болады. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 689 есептің біріншісі. 3х азайтылған 7 қосылған 5х. Тен жақшаны шығамыз. 3-ті көбейтеміз х-ке 3х болады. Азайтылған 3-ті көбейтеміз 7-ге 21 болады. Қосылған 5х. Енді ұқсас мүшелер біріктіреміз. 3х-ке қосамыз 5х-ті ол бізде 8х болады. Азайтылған 21-ге тең болады екен. Келесі екіншісі 5 4 минус 3х қосылған 8х тең. Так, жақшаны шықсақ 20 болады. Азайтылған 15х қосылған 8х тең. Ұқсас мүшеміз 15х пен 8х. 15 минус 15х-ке қосамыз 8х-ті, нәтижесі тең болады минус 7х. Сонда 20 азайтылған 7х болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. y минус 4 көбейтілген 2 қосылған 10y тең. 2y минус 8 қосылған 10y. Так, 2y-ге 10y-ті қосаң 12y минус 8-ге тең болады. Келесі төртіншісін шығарайық. 2y қосылған 5 көбейтілген 4 азайтылған 11y тең. Так, жақшаны шығатын болсақ 8y қосылған көбейтетін болсақ 20 болады. Азайтылған 11y. Так, 8y-тен 11y-ті азайтатын болсақ минус 3y қосылған 20-ға тең. Келесі бесіншісін шығарайық. 4х қосылған 2 0,5х қосылған 3 тең. 4х-ің өзін жазып қоям. Қосылған 0,15-ті 2-ге көбейтетін болсақ 1-ге тең. Яғни х-ің өзін жазамыз. х болады. 2-ні көбейтеміз 3-ке 6-ға тең болады. Қосылған 6 тең. 4х-ге х қосақ 5х қосылған 6 болады. Келесі алтыншысын шығарайық. 6х минус 3х минус 7 тең. 6х-ің өзін жазып қоям. Минус 3х плюс 21 тең. Азайтатын болсақ 3х қосылған 21-ге тең болады. Сонымен есебіміз аяқталады.